Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 95-ші сабақ. Жеті түсті желбір гүл. Ертегінің жалғасы. Оқушылар, естеріңізде болар, өткен сабақта Женяның жеті түсті желбір гүлі, яғни сиқырлы гүлі туралы айтылған болатын. Женя сол гүлдің күлтешесіне тілектерін орындатты. Женя 4 тілек орындатты. Ал енді Женяда 3 күлтеше қалды. Бүгін енді көрейік. Женя қалған күлтешелеріне қандай тілек тілейді екен? Ал олай болса көрейік. Женя ұлдардан көңілі қалып, ауланың басқа жағындағы қыздармен ойнауға кетті. Қараса, қыздар алуан түрлі ойыншықтармен ойнап жүр екен. Бір қыз секіргішпен секіріп жүр екен. Енді бірі белін айналдыра ойнап жүр. Ал енді бір қыз бала шарлармен ойнап жүр. Енді бірі велосипед теуіп жүр екен. Және қыздарға қатты қызығып қарайды. Және қызғанып қарайды. Женя бірден қызғылт күлтешесін алып, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш, айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс, жер бетіндегі барлық ойыншық менікі болсын дейді. Сол сәтте жан-жағына ойыншық қаптап кетті. Бүкіл аула, екі көшенің бойы бәрі ойыншықтарға толды. Бұған Женя қуанып кетеді. Анау шарлар да, әдемі ойыншықтар да, секіргіштер де бәрі Женянікі болады. Түрлі түсті ойыншықтарға Женя қарап, қуанып тұрады. Бір кезде көп ойыншықтардан сасқалақтап қалады. Ойнай алмайды. Содан не істерін білмей тұрады да, күлгін күлтешесін алып, лақтырып жібереді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш, айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс, барлық ойыншық дүкенге қайтсын деп жалынады. Сол сәтте ойыншықтар зым-зия жоғалады. Женя қолындағы гүліне қараса, жалғыз күлтесі қалыпты. 6 күлтесін мәнсіз жұмсап қойыпты. Яғни Женя жалғыз күлтесі қалған. 6 күлтесін бірдей орынсыз, мәнсіз жұмсап қойған. Женя өкініп отырады. Ол баққа серуенге шығып еді. Қақпаның алдындағы орындықта сүп-сүйкімді бала отыр екен. Бұзық бала емес сияқты деп ойлаған Женя онымен таныспақшы болды. Атың кім? Витя, өзіңдікі ше? Менің атым Женя. Кеттік, қуаласпақ ойнайық. Жоқ, мен жүгіре алмаймын. Аяғым жарамайды. Қандай өкінішті, сенімен ойнағым келеді, деді Женя. Мен де сенімен ойнағым келеді, бірақ ол мүмкін емес. Мен енді өмір бойы жүгіре алмаймын, дейді бала. Женя, ол не дегенің деп, қалтасынан соңғы көк күлтешесін суырып алып, бір сәт көзіне басып тұрды да, күлтешені саусағына қысып тұрып дірілдеген нәзік даусымен, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш, айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс, Витяның аяғы жазылсын, дені сау болсын, дейді. Сол сәтте Витя орнынан атып тұрып, Женямен жүгіріп ойнап кетті. Жүгіргені сонша, Женя қанша тырысса да оны қуып жете алмай қалды. Оқушылар, Женяның соңғы тілегі қалай болды?
өте пайдалы болды ма? Және бәріңізге ұнаған шығар. Қазір Витя да, Женя да өте қуанышты болып ойнап жүр. Ертегі ұнады ма? Оқушылар, ертегі ұнаса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық. Және алдағы уақытта каналдан қызықты сабақтар күтіңіздер.